Бүгін айтеліктер үшін ерекше күн. Округ тұрғындары ұзақ уақыт күткен Қосынов атындағы орта мектебінің жаңа ғимараты салтанатты түрде ашылды. Тек ауданымыз бойынша ғана емес, сондай-ақ облыс бойынша 3 ауысымдық мектептердің санын азайтуға септігін тигізген білім ғимараты мемлекеттік жекеменшік серіктестік арқылы тұрғызылған. Оның ашылу рәсіміне облыстық білім басқармасы басшысы Майгүл Омарова мен аудан әкімі Жандарбек Далабаев арнайы қатысып, білім ордасының ашылуымен құттықтады. Жалпы бүгінгі күнде Алматы облысы бойынша 23 жаңа мектеп құрылысы салынып жатыр. Соның ішінде 1 қыркүйекке 5 мектеп қолданысқа беріледі. Оның біреуі мына осы IT ауылындағы Қосынов атындағы орта мектеп. 1200 орындық. Бұл мектептің ерекшелігі басқа мектептерден қарағанда мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынып жатыр. 1200 балаға лайықталған 3 қабатты ғимараттың құрылыс жұмыстарын мердігер компания Юконту жауапкершілік шектеулі серіктестігі жүргізген. Заман талабына сай салынған мектепке сапалы білім беруге барлық қажетті жағдай жасалған. Кабинеттер жаңа заманауи құрылғылармен, интерактивті тақтамен және компьютермен жабдықталған. Мектепте кең әрі жарық сыныптар, үлкен спорт залы, асхана, кітапхана және медициналық бөлме бар. Оның барлығы толықтай қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Бұл мектептің енді өзгешелігі басқа мектептерден барлық жаңа технологиямен жабдықталған. Мектептің айналасының барлығы жаңа балаларға түгел демалыс орындары, ойын алаңдары, спорт площадкаларының бәрі толық қамтылған. Тағы бір айта кетерлігі, облысымыз бойынша биыл 55 білім ордасы жөндеу жұмыстарынан өтіп, 32 білім мекемелерінің құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал биылғы жылы заманауи 6 жаңа мектеп қолданысқа берілетін болады. Сюжетті дайындағандар Ақтоты Кенжебекова, Бақдәулет Талипов.